Түрік прокатындағы фильмдердің 64% отандық өнім. Жыл сайын түрік кино өндірісі шетелдік туындыларды жаймен ығыстырып, нарықтағы үлесін еселеуде. Бүгінде түрік кино өндірісі сан саланы қамтып отыр. Тарихтан бастап тұрмыстық тауқыметке дейінгі тақырыпты көтеріп, талғампаз көрермендердің көңілінен шығуда. Алайда біз үшін тұсауы бүгін кесілген комедиялық жанрдағы Екі дос фильмінің жөні бөлек. Өйткені киноның басты рөлдерінің бірін Түркиядағы қандасымыз Бахадыр Хаким сомдайды. Елден жырақта жүрсе де, қазақты танытуға барын салып жүрген қандасымыз екі елдің кино саласындағы байланысын күшейтуді көздейді. İnşallah 1,5 aydan кейін Қазақстанда да мынау ойнайды. Одан кейін мені қазақ ағайындар таниды. Одан кейін Түркияда, Түрктің киносы сериалы мықты ғой. Түркияда да қазақ актерлер мен қазақ актрислері керек болады деп ойымда бар. Бұл болса Қазақстаннан актерлер, актристер келеді. Түрктің қазақ актерлерін де көруі мүмкін болады. Мен бұл жолда біздің ағайындарға жол ашу үшін тырмысып жатырмын. Екі дос фильмі кәсіппен айналысамын деп бастары пәлеге қалған екі достың бастан кешкен шытырман оқиғаларына негізделген. Бас аяғы 90 минуттан тұратын комедия бір айдың ішінде түсіріліп, көпшіліктің назарына ұсынылды. Çok eğlenceliydi. Кино комедия жанрында болғандықтан түсірілімді бірнеше рет тоқтатып күліп алатынбыз. Өйткені басты рөлді сомдайтын әртістер өмірде де әзілге жақын жандар. Режиссерлер мен сценаристердің шеберлігінің арқасында осындай көңілді кино жарық көрді. Бұйырсақ, қазақ көрермендер де оған куә болады. Бұл киноның біз үшін рөлі ерекше деп ойлаймын. Өйткені шетелде тұратын қандастарымыздың арасында кино саласына еңбек сіңіріп жүрген үлкен актерлар, жас актерлар, талантты актерлар жоқ десе де болады. Сондықтан Бахадыр Хакимнің осы түскен киносының, фильмінің қадамы құтты болсын деп, оған қолдау көрсету үшін келіп отырмыз. Бүгінде 4 фильм мен бірнеше сериалға түсіп үлгерген Бахадыр Хакимнің алдағы мақсаты алыстағы бауырыма өлеңінің желісі бойынша қазақтың ақиық ақыны Мағжан Жұмабаевтың өмірі жайлы танымдық кино шығару. Ал қазір Мағжан туралы киноның дайындық жұмыстары пысықталуда.